Әйелдер өзіне көтере алмайтын жүкті алғанда ауырады, себебі ол нәзік, ауыр көтеріп еркек болуға арналмаған. Әйел қашан жазылады, гүлдейді. Егер әйел таңертең оянғаннан бастап өзіне әйел сезініп, күнде 15 минут уақытын бөлсе, онда ол әйел гүлдейді. Қазір көбінде біз біреудің проблемасын тыңдап, таңғалып, әңгімелеп отырамыз. Бірақ сол уақытты өзімізге қалай арнамаймыз, біз ол уақытты өзімізге қимаймыз. Әйел өзін бағаламай кетуінің белгілері: өзінен аяу, тамақ ішсе арзанын алып жеді, үйде болса күйген суық тамақ іше салады. Жетпейді деп өзіне киім де алмайды. Өзін соңғы орынға қойып, басқаларға қызмет етеді. Артынан ренжіп, бұлданып, нервісі мен денсаулығын құртады. Жуынбай жүруі. Себебі уақыты жоқ, өзін ойламайды, өзіне уақытын аяйды. Ал өзін ойлап, қадірін білетін әйел маскасын жасап, ішкі тыныштығын сыртқы әдемілігімен байланыстырады. Баланста болады. Уақытының қадірін білмейді. Қайда болса да, шақырса да, шақырмаса да жүре береді. Сол уақытта өзіне қарап, ішкі жан дүниесін тыңдап алса болады ғой. Өзін ұмытып, жан тәнімен өзгелердің жұмысын жасайды. Шаршағанын білмейді. Ешкім көрмейді деп, май шашын жауып бас киіммен жүре береді, бірақ өзіне көріп тұрғанын ойламайды. Қолымен ыстықты да, суықты да ұстай салады. Қолғап киіп, қол терісін аямайды. Әйелдер өздеріңді күтіп, бір уақыт, бір стакан жылы суды алып, асықпай ішіп, ішкі дауысқа құлақ сал. Мүмкін шаршадың, өзіңе керексің, тоқта.